біздің жүрегімізге Аллах Тағала мынандай аятты баяндайды, өте әдемі аят. Әлем яғни, ей мұъмин құлдарым, әлі уақыт келген жоқ па сендерге? Ән тақша құлубухум лизикрилла. Алланы еске алуға құлап, жылайтын күнің келген жоқ па әлі? Жүрегің сілкініске келетін күн келмеді ма сендерге әлі? Қаншалаған аяттар айтылып жатыр. Жүректерің Аллаға қарай қорқатын күн жетпеді ме әлі? Қашанға дейін осы күйде боласыңдар? Алланы еске алуға қарай қашан ұмтыласыңдар? Сондай-ақ мына хақ деп аталатын Құранда түсірген аятта қарап, Раббым, мынау аятқа мен амал жасамадым ғой, мынау күнә мен туралы айтылған сияқты ғой Раббым деп қашан өзгеретсіңдер? Анау сендерден бұрынғы өткен Исраил ұрпақтары осы сендер секілді бастаған, кейін істейм, кейін тәуба қылам, кейін жасайм, кейін өзгерем деп сөйтіп жүрген кезде сол кейіндері бүкіл ғұмырына созылып кетті. Үміт деген, тәубасыз үміт деген билеп алды дейді жүректерін. Сондай бір тыныштыққа еленді олар дейді. Фақосат құлубухум. Жүректері Алланы еске алуға байланысты қатайып кетті дейді. Вакасиру минхум фасиқун. Барлығын айтпайын, бірақ басым көпшілігі олардың бұйрықтан айни беретіндер дейді. Сосын Бақара сүресінде Аллах Тағала айтады: "Ва инна минал хижара", жүрегің тас болып кетсе де дейді бізге айтып отыр. "Ва инна минал хижарати лама ятафаджару минхул анхар", тастардың ішінде ішін жарып бұлақ шығатын тастар бар дейді. Жүректерді сипаттап отыр да. Қарас, өзіңді өзің сөккілесең, жүрегіңді жарып шығатын, сондай жарып шығатындай әсерлер бар дейді. Ва инна минал хижарати лама ятафаджару минхул анхар ва инна минха лама яшаққу фа яхруджу минхул ма. Сондай бір тастар бар, жарылады да ішінен су шығатын дейді. Жасты айтып отыр ғой, жаңағы өзгеріс сезімін айтып отыр. Ва инна минха, сондай-ақ мынандай тастар да бар дейді. Ла яхбиту мин хашиятилла, Алладан қорқып құлап қалатын. Ва ма Аллаху биғафилин амма таъмалун. Алла әсте бейқам емес сендердің не істеп жатқандарың жайлы. Егер де маған қарай жол іздесеңдер дейді Алла Тағала, ана тасты сындырам дейді. Сондай жүректі берем саған дейді. Тек сен Раббыңа қарай қайтатын күйің рас болсыншы дейді. Сол растық арқылы мен сені алып шығам дейді. Мен саған иманның ләззаттарын көрсетемін дейді.